Ассалаумағалейкум, құрметті Корея көмегі оқырмандары. Сіздермен бірге Самат Ахметов. Бізде қазір тікелей эфир оңтүстік Корея уақытымен түнгі сағат 11. Тікелей эфирге лайкты басып отырыңыздар. Қазір оңтүстік Корея елінің Кимхэ қаласында қазақстандық қызды зорлап қорлап жатқан азаматтар туралы қазір ақпарат беретін боламыз. Оңтүстік Кореяның Кимхэ қаласында бүгін қамауға алынған қарындасымызды қайта бостандыққа шығарып алдық. Қазір тікелей сол қарындасымызбен сұхбат болады телефон арқылы, және жалпы не жағдай болғандығы барлығын қазір ақпарат осы әлеуметтік желіге алуға әрекет жасаймыз. Алло. Айта беріңіз, Самат аға. Мақпал, маған қараңыз. Сіз өзіңізді қазір нормальный ұстап алыңыз да, мен сіз түсініп тұрмын. Тек жыламаңыз да, маған бар болған нәрсені бастан бастап етіп айтып беріңізші. Бір минут. Сәженем пальцет қая. Мұны болады, стройкада істей беремін, да мен? Бұлай істейік, қараңыз. Сіз қазақша дұрыс сөйлей аласыз ба, өзбекше ма? Қазақша сөйлеймін. Жақсы, онда қазақша сөйлей беріңіз, бастадық. Қараңыз да, фақат мен неге шығармаңыз, өтініш. Туысқандарым, әке-шешем жоқта, туысқандарым көрсе үстімнен күледі да менің. Еш уайымдамаңыз, біз бармыз, сіз еш уайымдамаңыз. Шаршап кеттім, шынымды айтсам, жалғыздығым батып кетті жаныма. Хотя мамам болғандашы, ішімдегіні айтып алатын адам да жоқ та. Расын айтам, шаршадым. Уже өмірде сырғып келмей кетті адамдардың қарамдығынан. Неге адамдар осынша жауыз болады? Мақпал, сізді түсініп тұрмын, бірақ не болды? Айтыңызшы маған сізді алдымен. Үші күні стройкада істеп жүрген кезде, декабрьдің 23 күні Пакистан менге айтады. Сеулде басынан бастап айтып берейін. Иә. 23 күні Пакистан менге есігімді қағып, үйіме келіп, сондай әрекеттер қылады, андай қылып. Типа, аш есігімді жүріп пива ішеміз деген сияқты. Кім ол азамат? Тоқтаңыз, асыспаңыз. Кім ол азамат? 21 күні, декабрьдің 21 күні Пакистан азаматы. Келеді, сонымен екеміз, мен оны есікті ашпай қоямын, үйімнің есігін ашпаймын. Потом ертесінде 23 күні енді арасында 2 күн өткеннен кейін бұл 23 күні ішханада жүрген пайтымда менге қайтып гапыреді. Сен менге яғасын, екітамыз бірге яшайық, мен сенге ярдем беріп тұрамын деп, кәріз қатыным бар, келіп тұрамын деп сөйтіп айтады да маған. Сізге бір сұрақ. Сіз бұл Пакистан азаматын қайдан танисыз? Бұны бір өзбекстандық әйел осы жерде жұмыс істеген екен, сол жұмыс іздеп жүрген кезде маған берді да телефонын, сол өзбекстандық әйел. Осы жерде стройкада жұмыс бар екен, күніне 130 мың деді. Потом бұл Пакистанға звондаған едім, жоқ 150 мың беремін деді. Түсінікті, ары қарай айта беріңіз. Потом 23 күні екеуміз жұмыс орында, ол маған қайта қоймады. Біресе қолымен, біресе құйрығымнан ұстайды, біресе кеудемнен ұстайды. Содан кейін мен ренжіп жұмыстан кетіп қалдым да 23 күні. Обедке дейін істеп, обедтен кейін жылап кетіп қалдым 23. Шықпаймын дедім жұмысқа, вообще шықпаймын дедім де кетіп қалдым. Кетіп қалған едім, бұл маған звондап кешірім сұрады. Кешірім сұрағанда мен яна хангукмал мулая дедім, өшіріп тастадым, әдейі, бір бәле деп жатты, өшіріп тастадым, потом қайтып звонок қылды бұл. Қайтып звонок қылды, мен амадым, потом келді үйге, ашпай қойдым есікті. Неше марты келіп, сөйтіп қағады, ашпаймын, кетіп қалады, сөгіп кетеді. Потом уже жұмысқа шығатын кезде, ертесінде күндіз, маған басқа бір номермен звондады, бөтен номермен. Мен имрамын, болды кешір, жұмысқа шыға бер, мен саған вообще ондай сөз айтпаймын деді. Мен мұсылманмын деді, Аллах тұр, мен саған айтпаймын ондай сөз деді. Аллах Иса деп мен солай айтты да менге. Потом мен онға сендім, қайтып жұмысқа шықтым мен.
Жұмыс қай қалада болып жатыр? Нақтылы кіргізіп кетейікші. Сеулде. Сеул қаласында, иә? Сіз қазір Киме қаласындасыз. Сіз жаңа айтып жатырсыз, жұмыс Сеулда болған, ал сіз Киме қаласындасыз. Ол қалай сонда? Қазір енді айтып алайын да, короче, сондай болады. Потом қайтып жаңағы жұмысқа шығамын ғой. Жұмысқа шыққан кезде арасында демалыс болады. Потом мен нетемін, андай. 3 күні жұмысқа шығамыз. 3 күні жұмысқа барған кезде бұл қайттан бастайды сол әдетін. Қайттан бастайды. Короче, жүр екеуміз чекин жейік дейді маған. Чекин мен бармаймын деймін. Сөйтсем, ой, анау мынау деп бүйтіп арқамнан бүйтіп ұстамақшы болады да, мен қолынан бір ұрамын да алдыға жүріп кетемін да, Хадима депші. Алдыға жүріп кетем, бір бәле деп сөйлеп жатады арқамнан. Мен тыңдамаймын оның сөзін. Енді уже мен одан жаттанды болғамын да, оның сөзін тыңдап. Неге мен ол маған тиіспекші болып әрекет қылсам, мен оның сөзін тыңдап тұрмын. Алдыға қарай жүріп кетемін мен. Сонымен бетон келіп қалады, жұмыс басталып кетеді. Потом жынданып, маған, типа, сен мен сөзімді тыңдай қоймадың, типа, я тебе накажу деген сияқты менге нетеді да. Мен сен ақшанды азайтамын, анау мынау, бұл 150 мың бермейсің, бүгіннен бастап 130 мыңға істейсің дейді. Енді мен внимание обращать етпеймін, жұмысын істеп жүрем. Бірақ та ана жерге барып жіпті байлап атсам, арқамнан кеп маған қатты байла деп бақырады да. Мен күшім жоқ дедім, ана жігіттерге айтсай, мен қалай байлаймын деп. Маған аузына келген, короче, кәрісшелеп сөгініп кетті да. Потом мен сол тұрған жайымнан түстім де қасына бардым. Не сен мені сөгесің дедім. Мен саған не істедім дедім да. Сөйтіп едім, алып бір ұрды басымнан шы. Бізде пакистандықтарда әйел адам еркекке қарсы келмейді деп алып бір-ақ ұрды. Еркекке тік қарап сөйлемейді деп ше. Мен сізді түсіндім, қараңыз, былай істейік. Жалпы Пакистан азаматынан сіз жұмыс сұрадыңыз, ол жұмыс кезінде сізге жаңағыдай тиісті. Дене жарақатын салды. Иә, дене жарақатын салды. Бұл түсінікті. Мынандай, сіздің тірлігіңізді бітіргенде осы Пакистан азаматымен сіздің араңыздағы мәселені олар қалай бітірмек болды? Заңды түрде ме, әлде көшенің жаңағыдай жолымен, черный выходпен шешпек болды ма? Не үшін ақша алды бұлар? Қандай жолмен шешпек болды? Адвокат жалдап, ортада адвокат болады, адвокат сені жұмысыңды қорғап, сені санжи қылып, сондай қылып, неден, дәулеттен сені пұлыңды өндіртіп береді деп маған сөйтіп айтты. Дәулет кім? Мемлекеттен. Мемлекеттен, түсінікті. Қараңыз, жоқ, оның жағын мен түсіндім енді. Қазір болған оқиға, бүгінгі болған оқиға, я, сізді жаңа полицияға кім тапсырды? Жаңа айтып жатырсыз, менің артымнан жаңадай не істеді деп. Көрдіңіз ма видеоны? Жоқ, әлі мен видеоны көрген жоқпын. Айтып тұрсыз, менің артымнан жүгірді, және сізді қуалағанда полицияға тапсырған. Не үшін қуалады сізді? Енді қараңызда мен бұлардың барлығын мен білдім да, уже 1.100.000 беріп қойғаннан кейін мен алданғанымды білдім. Бұл өзбектер мен есігімді қағады, үйіме кеп алады менің. Уже мен бұлардан толқы жоқ екенін білемін да. Мен ары қашам, бері қашамын, короче, уже толқы жоқ. Кемеде любой адамнан көмек сұрасам, барлығы бұл адамдарды таниды да, түсіндіңіз ма? Барлығы таниды. Потом мен не істеймін басқа? Посольствоға барамын. Иә, 1 минут қараң. Иә, посольствоны айта беріңіз. Содан кейін уже амалым қалмағаннан кейін посольствоға барамын мен. Посольствоға барсам, посольство маған айтады. Сіз дейді, мен орысша сөйлеңіз, мен қазақша білмеймін дейді. Жоқ, жарайды ол тіл жағын түсінікті. Содан кейін мен тұрамын да айтам, мен орысша білмеймін, сіз маған қазақша сөйлеңіз деймін. Сол жерде тұрады да бір жарты сағат отырамын. Жарты сағат отырғаннан кейін біреу шығады. Шығады, қазақша сөйлейді, сұрайды барлығын. Сөйтіп сағат 9-да кірген бірде шығам посольстводан. Уже бір күнім өтті да менің. Сөйтеді маған айтады, бізде адвокат жоқ дейді, дежурный адвокат жоқ. Қалай жоқ, посольствосыздар ғой, қалай адвокаттар? Жоқ, менің қазір бір досым бар, этнический кәріс, бір бәле пак дейма, ким дейма, бір нәрсе. Сол номерін беремін, бірақ ол сіз орысша сөйлеу керек, оған қазақша сөйлемеу керек, ол түсінбейді деді. Содан кейін мен тұрамын да айтамын, мен білмеймін орысша, маған қазақша адвокат тауып беріңіз деймін.
ертең осы сағат понедельник күні 5-те жолығасыз, анау мынау деп маған сөйтіп номерін жазып береді, мені шығарып жібереді посольстводан. Посольстводан шығарып жібереді, потом милицияға барасың деп бір қағаз берген мен. О милицияға барсам маған корейский перевод қылып алып кеп бер деді. Түсінікті. Мен түсінікті, қараңыз, сізді көп қинамайын. Ол қағаздарды, құжаттарды барлығы менде бар, мен уже алдым олардың барлығын. Мен түсінбей жатқаным, қазір бүгін сізді Кеме қаласында жаңа айтып тұрсыз ғой, артымнан 3 адам, тоқтаңыз, соны қысқа қылып айтайық та, өзіңізді қинамаңыз, мен де қинамаңыз. Сіздің артыңызда мына 3 азамат не үшін қуалады, соны айтыңыз. Пожалуйста, қараңыз да, содан кейін мен уже жазамын, посольствоға жазамын, кәрісше перевод тауып, бұны да жазамын да, сөйтіп жаңа Шеракаға беремін. Содан кейін Шерека тұрады да, інісі звондайды, Шереканың інісі. Інісі звондап айтады, болды, апа прокуратураға тапсырылып қойды ішіңіз дейді. Сөйтіп мен сенемін. Сенгеннен кейін мен Кемеге өзбек асханасына барып тамақ жеймін деп кетіп бара жатамын да. Тамақ жеуге шыққанмын. Шыққан пайтымда арқамнан жаңағы осы балалар Нурик деген ішінде біреу келеді жаныма. Қалайсың дейді. Жақсы, не болды десем, жүрш сөйлесіп алайық деп қолымнан тартады да менім. Нурик қай жердің азаматы? Өзбекстан. Барлығы Өзбекстан. Сонымен қолымнан тартады менім. Мен жолама, мен ұстама, мен милиция шақырамын дедім да бұған. Жолама деп алға қарай жүрсем, тоқта деп о кезде соткамды шығармаған едім. Өзбекшелеп сөкті да мені, бір бәле деп, тоқта деп. Содан кейін тұрдым да, жолама мені деп, қайтып трассаға қарай шықтым. Уже адамдар бар ғой деп ойладым да, енді бір ертасы көмектесер. Шықтым, сенбесеңіз бүкіл Париж қарап тұрды, сол жерде камерадан көрсете болды. Қолымнан тартып неткен едім, тоқта деп, бүйтіп қатты қолымнан ұстап алып өзіне қарай тартты. Содан кейін мен тұрдым да қаштым. Қаштым да, келіп едім, қайтып жолап алды. Содан кейін уже резко ойыма түсті, мен бұған видео шығаруға шы. Сөйтіп қалтамнан соткамды алып, видеоны қоссам, ассалаумалейкум, яқшымысыз деп, өтірік қазір көрген адам құсап, менге қайттан соны қылып тұр да. Көрдіңіз ба? Уже видеоны шығарсам маған, ассалаумалейкум, яқшымысыз деп, өтірік түк білмегенсіп адам болып тұрыпты. Түсінікті. Мен о кісіге мен жылаймын да, ака, менге милиция шақырып беріңізші, бұлар мені қуып жатыр дедім. Сөйтіп едім, менге басынан бастап айтып бер, анау мынау деді. Мен сізге айтып тұратын уақытым жоқ, шақырып беріңізші дедім. Ар жақтан анау келді, потом шақырып жіберді да. Басқа біреу шақырды. Түсінікті, ары қарай не болды, қалай болған мен уже білемін. Ертең Алла қаласа сол Кеме қаласында бір кездесіп қаламыз екеуміз. Сіз шамалы сабырлық сақтап, қазір душ принимать етіңізді, желательно мұздай су болса, душ принимать етіп, өз-өзіңізге шамалы келіп тұрыңыз. Жарайды, мен түсіндім, сізді енді артық мазаламайын, сіз қазір жатып терең демалыңызда. Ертең мен сізбен қайта байланыс орнатамын, жарай ма? Самат аға, пожалуйста, не надо, мен видеоға салып, интернетке салмаңызшы, жақсылық жасасаңыз басқа вариантпен жасап беріңізші, пожалуйста. Түсінікті. Сіз ана видеоларыңызды маған жіберіңіз. Мен суретке түс андайда, инстаграмға шығарсаңыз шығарыңыз, пожалуйста. Бірақ мен аты жөнімді өзгертіп, сөйле десеңіз сөйлеп беремін, досконально бәрін айтып беремін. Аллах тұрыпты, мен сізді алдамаймын, Құдай тұр ғой төбемде. Дауысымды өзгертіп салып бер, теріс қарап болсын айтып бер десеңіз айтып беремін. Бірақ менің түрімді көрсетпеңіз. Болды, сізді еш уайымдамаңыз, сіздің түріңіз ол даусыңыз түскеннің өзінде де, ол әлеуметтік желіде дауыс деген тура естілмейді, себебі арнайы программамен жасалатын нәрсе ол. Енді сіздің түріңізге келетін болсақ, аты жөніңіз, түріңіз ол ешқайда жария етілмейді, себебі бұл жерде сіздің өзіңіздің өміріңіз бар. Тек қана даусыңыз алынады, болды, басқа нәрсе алынбайды, еш уайымдамаңыз ол жағынан. Біз сізбен байланыс орнатамыз, ертең мен полициямен байланыс орнатып, может сізге сағат алдыртып берем, сол сағатты тағып жүресіз, пока мына нәрсе тынышталғанға дейін полицияның қорғауында боласыз, жарай ма?
Жоқ, мен басқа қалаға кетсем болмайды ма? Жоқ, мынау жұмысты бітіріп, одан кейін басқа қалаға кете аласыз. Может, мен өзім тұрған қалаға шақыру мүмкін сізді. Бізде бұл жерде қазір қыздар бар, осындай қорлық көрген қыздар тұратын жер бар. Олардың бәрі біздің өзіміздің бақылауымызда. Сондықтан ол жалғыз сіз емес, бұндай нәрсемен жүрген. Сондықтан еш уайымдамай, шамалы сабырлық сақтаңыз. Қазір жарай ма? Просто түсіндім, рахмет, Самат аға, Құдайдан қайтсын. Бірақ қараңыз да, мен жаңа сіз неғып инстаграмнан қорқасың, неғып шошисың деп әкада сұрап жатыр. Мені жақсылап түсініңізші, просто мен кішкентай кезімде мамам қайтыс болғанда, мен папам басқа әйелмен кеткен. Мен өгей шешем бар, например. Қанша уже почти 20 жылдай көрмеген ма? Туысқандарым баққан, ананың үйінде, мынаның үйінде, интернатта солай үлкен болғанмын да мен. Ертең күледі да үстімнен. Сіз уайымдамаңыз, мен сізді түсіндім, артық сізді сөйлеткім келмейді. Бастысы жыламаңыз. Сіз біздің уже мінекей бақылаудасыз. Бастысы жыламаңыз, айтқанда істеңіз, бәр нәрсені жеңіп шығасыз. Әлі сіздің алдыңызға сіздің ертең бұлар кешірімді сұрап келеді. Мен бұлардың визасы болса да, бұл Өзбекстан азаматы бола ма, Пакистан бола ма, маған демесе Америка, то есть Хангуксаран болса да маған қызығы жоқ. Олар біздің адамдарға осындай қысым көрсетіп жатыр ма, зорлық көрсетіп жатыр ма, біз заңсыз мигранттардың құқықтарын толық қорғай аламыз. Жаңада мысалға сіздер тұрған қалада әйелдердің құқықтарын қорғау орталығы барлық мәселені біз сол жаққа уже қоңырау шалып, бұл мәселені көтердік. Сондықтан сіз бүгін уже артық сөйлеткім келмейді, сізде терең дем алыңыз да, одан кейін ертең байланыс орнатамын. Бір сұрақ бар да, қараңызда, бұл Мансұр маған жаңа машинасын сатқан ғой, 2,5 миллионға. Сатады да, маған 10 күннен кейін поғымын төлеттіреді. Уже поғым бітті, төлейсің, дальше төлегеннен кейін дальше жүре бересің дейді, маған поғымын страховкасын төлетеді да, қайтып алып қояды машинаны. Жарайды, оны бәрі мен сізге разбираться етіп берем. Мен қазір сізді тыңдадым да, бүгін мына балдармен мен байланыс орнаттым, алайда олар қазір жауап бермей тұр. Ертең кездесіп, мен оларды кездесуге шақырам да, қазір сізді тыңдадым, бірақ шапалақ деген екі қолдан шығатын нәрсе бар. Оларды да тыңдап, одан кейін адамгершілік жолында бір шешім қабылдауға болады бұл жерде. Жоқ, енді мен соны айтайыншы. Ал бірақ соның өзінде де, қараңыз, соның өзінде де біз жаңағыдай сізді осындай жалғыз бір қыз балаға осы жерде қаншама еркек болып осылай қысым көрсеткені ол дұрыс нәрсе емес. Сіз жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, иә? Мен қазақтардан көмек сұрадым, бірақ көмек бермеді деп. Бермеді. Кім көмек бермеді? Кімнен көмек сұрадыңыз сіз? Номер, телефон бар, көрсетемін сізге, аттарын атамай қоймын. Аттар қажет емес. Звондадым, осылай, мен осылай больницаның ақшасын төлей алмай жатырмын, хотя бы жинап бересіңдер ма деп те сұрадым. Одан қарағанда расымен маған айтты, жоқ, қазір елдің бәрі қыс уақыт, жұмыс жоқ, анау-мынау деп. Жоқ, осылай қорлық көріп жатқандығыңызды сіз не үшін айтпадыңыз, осындай қысым көрсетіп жатыр деп? Кәрісше білмейміз деп өшіріп қойды, бір қазақ балаға звондаған едім. Ондай кәрісше таза білетін танысым жоқ деп өшіріп қойған телефонды. Түсінікті. Жақсы, дем алыңыз, ертең сізбен байланыс орнатамын, жарай ма? Хорошо, рахмет. Только мен атымды атамаңызшы. Уайымдамаңыз, атыңыз аталмайды. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз. Рахмет. Бір минут. Ал, құрметті оқырмандар, қазір мінекей өздеріңіз көріп отырдыңыздар, барлық нәрсені естідіңіздер, яғни қысқа ғана қылып жаңадан эфирге кіргендерге айтып берем. Лайкты басып отырыңыздар қазір, көбірек адамдар көру үшін. Қараңыздар. Мынау кім? Біздің шымкенттіктер малсындар ғой деп айтып жатқан. Құрып кет вообще менің эфирімнен. Так, заблокировать. Оңтүстік Кореяның Кеме қаласында қазақстандық қарындасымыз жаңағыдай Пакистан және Өзбекстан азаматтарына алданып қалғандығы туралы ақпаратты берді. Бүгін бұл қарындасымыз қазақстандық азаматтардан да көмек сұраған, алайда жаңағыдай бұл балдар Қазақстан, то есть бұл қарындасымыз қазақстандық балдардан да көмек сұраған Кеме қаласында. Ал
ол балдар тілді білмейміз деп телефонды өшірді дейді. Мына жерде мінекей қазір аттарын айтып отыр. Эльмурат деген Қазақстан азаматы дейді. Шавкат, Мансур, Айбек, Нурик деген Өзбекстанның балдары дейді. Яғни бұл қарындасымыз артынан қуалап барып және полицияға берген бұл қарындасымыз. Бұл қарындасымыз заңсыз мигрант болғандығына байланысты полиция келіп қолынан кісендеп үлкен бірінші опорник алып барады, одан кейін полиция басқармасына барады. Бұның барлығы осы бізде жаңа 2 сағат алдын болды. Біз барлығын әйтеуір жолымыз ұзақ болғандығына байланысты телефон арқылы шешуге әрекетті жасадық. Кеме қаласындағы адвокаттар да қолдан келгенше барып көмегін беріп, бұл қызды миграциялық бөлімнен біз шығарып алдық. Көмек берген адвокаттарымызға да рахмет. Бұл жерде әйелдердің құқықтарын қорғау, заңсыз мигранттардың құқықтарын қорғау орталықтары дер кезінде байланыс орнатып, қазір қарындасымыз арнайы полицияның бақылауында. Енді қараңыздар, бұл жерде ұлтшылдық мәселесі қажет емес. Біз бүгін осы азаматтармен байланыс орнаттық. Не үшін болып жатыр деп. Мен қазір тек қана бұл қарындасымыздың айтқан емес, екінші жақты да біз тыңдауымыз керек. Екінші жақта тыңдауымыз керек. Ал елшілік көмек бермейді деген нәрсе, ол дұрыс нәрсе емес. Елшілік, мен қағазды бәрін көріп шықтым, тиісті ақпараттың барлығын берген. Сондықтан біз қайда болсақ та, қалай болсақ та, осы не үшін шет елде біздің қыздарымыз қорланып жатыр деп біздің жанымыз ашиды, жүрегіміз жылайды. Алайда өзге ұлттың өкілдеріне ар-намысын сатып жатқан біздің қыздарымыз жетеді. Әрине барлығы емес, кейбіреулер. Бірақ бүгінгі қызымызды біз ондай адамдардың санатына жатқызбаймыз. Яғни өзінің сөзінше бұл қарындасымыз желтоқсанның 23 күні жұмысқа шыққан, және сол жұмыста Пакистан азаматы бұған тиіскен. Тиісіп, сол жерден бұл қарындасымыз жұмыстан кетіп қалған. Сол жерде ерегісіп бұнымен тиіспе маған деп. Яғни бұл қызымыздың иманы мықты болып тұр ғой. Тиіспе деп кетіп қалған. Одан кейін жаңағыдай Өзбекстанның балдары айтыпты, біз сол Пакистан азаматымен сенің ортаңдағы мәселеңді шешіп береміз деп 1 миллион ақша алған, одан кейін тағы 550 мың вон ақша алған. Бұл мәселелердің де барлығын ертең біз нақтылық кіргізетін боламыз. Құрметті оқырмандар, сондықтан қайда жүрсек те, қалай жүрсек те аман болайық. Қыздарымыз жыламасын, балдарымыз мұңаймасын, заңды болайық, заңсыз болайық, бір-бірімізді қолдап жүрейік. Енді эфирдің ақырыда, сіңлімізге сабыр берсін, эфирдің ақырыда етемін. Hozir mana O'zbekiston fuqarolari ham kirib o'tirgan bo'lsa, Janubiy Koreya davlatining Kimhe shahrida Qozog'iston fuqarosiga hozir hujum qilingan, ya'ni u insonni orqasidan quvib, politsiyaga topshirgan bir to'p O'zbekiston fuqarolari. Shavkat, Mansur, Oybek, Nurik degan insonlar Qozog'istonlik bitta qizimizga, shuncha erkak bo'lib bitta qizga kuchi yetibdi, o'sha qizimizni migratsiyaga topshirgan. Lekin migratsiyadan hozir bu qizimiz chiqdi. Endi polностью bizani naблюдениямizda bo'ladi. Shunday ekan, hurmatli obunachilar, biz millatchilik qilmaymiz. O'zbekmi, qozoqmi, tojikmi, hammamiz bir musulmonmiz, peshonamizni joy namozga qo'ygan. Esinglarda bo'lsin, qayerda bo'laylik, qanday bo'laylik, qo'lingizdan keladigan ishni qiling. Bitta musulmon qizni mana shunday xo'rlashga bo'ladimi? Mana shunday Kimhe shahridagi o'zbeklarga, Kimhe shahridagi o'zbekistonliklarga mana shu videoni jo'natib qo'yinglar. Ular mana shu videoni ko'rsin. O'zi bo'ladigan baloni hammasi o'sha Kimhe shahrida-da. Masjidga pul yig'ib qochib ketadigan ham o'sha joyda, ana firibgar Ulug'bek qori Mukpuga masjidga pul yiqqan firibgar ham shu yerda, qizlarimizga zo'rlik ko'rsatadigan ham shu yerda, narkotika bilan biznes qiladigani ham shu yerda, yig'ilganda o'sha Koreyani bir chetkasiga yig'ilib olgan. Mana shu video murojaatimni hamma o'sha O'zbekistonliklarga mana shuni jo'natib qo'yinglar. Hurmatli o'qirmanlar, dal o'sha videoni Kimhe qalasida yurgan bugungi efirda O'zbekiston azamatlarına jiberingizdер, ko'rsin ular. Agar mana azamatlar Kimhe qalasida yurgan qozog'istonliklar bo'lsa, qozoq azamatlar bo'lsa, mana azamatlar biz o'zimiz endi tapdıq. Biroq bizga жаңағыдай 4 soatlik yo'l bo'lganligina байланысты, yo'limiz o'ta alis, 4 soat ол жаққа, 4 soat beri 8 soat. Біраз жұмыстарымыз қалып кетейін деп тұр. Мына азаматтармен кездесіп, адамгершілік жолында сөйлесіп, мәселені шешуге болады. Сондықтан мен сіздерге тиісті ақпаратты бердім, бар шындығын көрсеттім. Ары қарай енді сіздердің өздеріңіздің пікірлеріңіз.
Qozog'istonlik bormi shu qizni ichida xo'rlagan? Qozog'istonlik Elmurod degan Kime shahrida yashar ekan, o'sha inson bor ekan Qozog'istonlik ham. Shunday ekan, shuning uchun o'sha Elmurodni ham topib turib, nima uchun masalan bizni balkim bu qizni bilmayman men. Hozir bir taraflama eshita olmayman. Balkim bir yomon joyi bordir, balkim bir buzuqlik joyi bordir, uni biz bilmaymiz. Faqat Allohga ayondir u narsa. Faqat Allohga ayon. Shunday ekan, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar, hurmatli musulmonlar, kim bo'lsin, qanday bo'lsin, migratsionniy bilan ishni hal qilaman deb hech qachon o'ylashmalaring. Sen o'sha bitta qizni migratsionniga topshirding. Bir odamni migratsionniga topshirib yubording, lekin uni orqasida qanchama xalq turibdi. O'sha narsani yodingdan chiqarma. Migratsionniy Koreyada seni faqat deport qilishi mumkin, seni o'ldirmaydi. Lekin sen bir insonni deport qildirasan, seni o'sha insonning orqasidan seni orqangga million odam keladi. Hurmatli o'qirmanlar, ozg'intay vaqtlaringizni bo'lib, men tikilay efirga kirib, o'sha bo'lgan voqeadan xabar olganlaringiz uchun rahmat. O'ylayman, o'sha barlig'in o'sha axborotning barlig'in бүкіл Оңтүстік Koreya elida yurgan musulmonlarga, O'zbekiston va Qozog'iston azamatlarına jiberingizlar. Biz ultqa hech qachon bo'linmaymiz, tek qana shundig'ini aytdik. Bu azamatlar qarindashimizda migratsiyalik bo'limga topshirib, ol azamatdan qutulmoq, azamatchadan qutulmoq bo'lgan. Sebebi 1.550.000 won ақшасын olgan, odan bo'lak qancha qo'rliq ko'rsatgan. O'zga elda, o'z qarindoshlarimizda siz yana biz bo'lib qo'rg'amaganda uni kim qo'rg'aydi? Seningde qizing bar, seningde shishing bar, seningde apting bar, seningde ayel zatымен байланысың бар. Ne үшін сол жерде қарындастарымызды шамал болса да бүйтіп қолдамаймыз? Ол заңсыз мигрант деп сен одан құтылып, оны миграцияға бергеніңмен, ол азаматтың артында, ол азаматшаның артында миллиондаған халық тұр. Сондықтан бұл мәселеге сіздер дұрыс көзқараспен қараңыздар, және бұл ақпараттың барлық әлеуметтік желіде берілді. Elmurod hammasini aldadi deydi. Endi Elmurod kimni aldadi, u kim, qanaqa inson, o'sha tergov borisida aniq bo'ladi. Sog' va salomat bo'linglar. Amon bo'lingizlar, og'rimangizlar.